салынды. Сонымен қатар әлемнің 90-ға жуық мемлекетінен спортшылар келіп, байрақты бәсекеде біздің спортшыларымыздың дайындығына жауапты. Жалпы жауапты мекеме ұлттық және ат спорт түрлері орталығы, оның директоры көріп тұрғандарыңыз. Казахстанских шабандозов. Будем сейчас с вами участника. Так вот, первый номер у Жұлдыз Әуезхан Ислам үстіндегі шабандозы Жұлдыз атты сәйгүлік. 7-ші нөмірдегі сәйгүлік бұл Кеден және Теңгиз Мұрын. 8-ші нөмірде Король Әлжан Жұмыс. 10-ші нөмірде Айшуақ шабандозы Арыстанбек Аңсар. 11-ші нөмірде Сұңқар үстіндегі шабандозы Әмір Серік. 13-ші нөмірде Жүзген үстіндегі шабандозы Санжар Ерин Гарипулин және 27-ші нөмірде Бақтөрі Ертөс Ислам. Қазір ғана біздің студиямызға қонақ келіп қосылған еді. Қазақстан жокей клубының мүшесі Мұратхан. Ал енді Мұратхан, Құнан бәйгеде біз нені күтеміз? Қандай қызық жоспарланып отыр? Ең үздік құнандар түсіп отыр. Оның ішінде мынау бас фаворит Король. Одан кейін мынау 7-ші нөмірдегі Кеден деген құнан Монғолия елінен келіп отқан. Бұл мынау атақты Талхиздың інісі. Екеуі бір әкеден. Олар Монғолия елінен келіп тұр. Бұл да өте қауіпті. Біз бұны мынау келе жатыр. Бұл жерде енді аттардан бөлек шабандоздар да бір-бірін жақсы таниды ғой. Талай аламанда бірге жүрген жокейлеріміз. Король жарыс жолынан шықпады, өкінішке орай. Соңғы айналымға сәттілік серіктерің болсын, ең бастысы ат жығылмасын, ат сүрінбесін, шабандоз жығылмасын. Мына қамыс құлақ пен Айшуақ бір-бірін жіберер емес. Осық бола ма? Жоқ әлде міне көш басында келе жатқан Әмір Серік тізгіндеген қамыс құлақ бірінші келер ме екен? Қалып келе жатыр. Бұл жерде енді қамыс құлақ пен негізгі бәсеке Айшуақтың арасында өрбитін сияқты. Қалың көпшілікті төрге бөлеп дем беруге шақыруда. Мына балаң емін-еркін, өз-өзіне сенімді, тамаша Әмір Серік. Жарайсың әміз. Қазір осы бәйгені тамашалап отырған шығар. Осындай аттың үстінде тізгін тартып, көштің Әмірдің ата-анасына осындай ұл туып қазаққа сыйлаған үшін алғыс білдіреміз. Дүниежүзілік көш ақырындап көш басына шықты. Енді бұл жерде қорқып отырмыз. Шыны керек, көз тек бірдеңе деп айту қиын. Енді өздеріңіз білесіздер, талай бәйгеде жеке дара көш бастап келіп, міне бұл да баппен бақтың қатар шабатын сәті. Ал енді Әмір Серік қамшысын аспанға үйлерді туға бөлеп қамыс құлақпен көш басында келеді. Шаба түс Әмір ғане. Әмір қамыс құлақ еліміздің бірнеше дүркін чемпионы. Ішкі біріншілікте ат ой салған қамыс құлақ. Қазақстан Республикасының атынан шыққан қамыс құлақ сәйгүлік Құнандар бәйгесінде